850 мың теңге. Бір айда Веда компаниясында табысты табуға бола ма? Или қандай мөлшерде табуға болады, соны айтып жібересіз ба? Сәлеметсіздер. Мен пенсионерлерге ұран тастайын деп отырмын. Қыздар, босқа үйде жатпаңдар, шай ішіп демалып. Міне мен пенсионермін, 66 жастамын. Міне ораза ұстадым. Ораза күндеріне қарамай мен осы жерге келіп жұмыс жасадым. 1 марттан 27 мартқа дейін мен $1776 тауыппын. Оны 500-ге көбейтсеңдер 850 мың теңге. Былтыр Астанадан 3 комнаталық пәтер алдық. Енді осындай заманда босқа жатып, босқа уақытты жай кетіруге болмайды. Мен айтам қыздарыма, өсек пөсек деген жоқ. Осы жерге келіп жұмыс істеу керек. Алла тағала беріп жатыр ма? Дастарханын жайып қойды ма? Осы жерден